Армысыздар, неге каналын тамашалаушылар. Сіздердің назарларыңызға бүгінгі ұсынатын әңгімеміз тылсым почта. Ендеше кеттік. Осы бір қызық әңгімені айтқан кісі алдымыздан көрінген анау қызғылт шоқының ар жағындағы Шанақ деген ауылда тұрушы еді. Ол өзі бір ақ көңіл, аузын ашса жүрегі көрінетін жақсы адам болатын. Өткен жылы дүние салыпты деп естідім. Ілгеріде Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде мұндағы жұрт почта таситын адам таба алмай қиналған көрінеді. Себебі бұған дейін хат-хабар тасып жүретін жас әйел аяқ астынан жаман ауруға шалдығып, бір айға жетпей қайтыс болыпты. Содан оны қара қағаз алған үйлердің қарғысы атты деген әңгіме желдей есіп, елдің үрейі ұшпай ма? Ол кезде қайғыдан қан жұтып, көкірегі қарс айырылып отырған жұрт кімді қарғамады дейсіз? Анаған бір, мынаған бір жалынып, почта тасуға ешкімді көндіре алмай, ауыл советтің басы қатады. Өйткені кімге қолқа салса да ат тонын ала қашады екен. Міне, осындай қиын күндерде кеңсеге бір ұзын бойлы, үстінде сары тоны бар бейтаныс кісі келіп, қолымен ымдап, ауыл советтің үстелінің үстінде жатқан почтаның сөмкесін нұсқап, мұны мен тасыйын дегендей ниет білдіреді. Содан бастап ауылға почта үзбей келіп тұрады. Алыстағы соғыс атты тажал жіберіп жатқан қара қағаздарда тоқтамайды. Айына, аптасына кем дегенде бір-екі үйді аңыратып, көз жасын көл қылып кетеді. Сөйтсе де, бұл ауылға қайдан келгені белгісіз мылқау шал өз міндетін үн-түнсіз атқарып жүре береді. Бірде ауыл советтің төрағасы орталыққа барайын деп атына мініп жатқанда, әлгі пошташыны көріп қалып, «О, ақсақал, маған мінгесіңіз, ала кетейін» дейді. Бірақ ол басын шайқап, қолын сермеп атқа мінбей қояды. Содан төраға еш жерге тоқтамай, сар желіп отырып, орталыққа келмей ме? Сөйтсе, о Құдайдың құдіреті, манағы ауылда жүрген шал поштаның алдында тұр дейді. «Әй, бұл қашан, қалай келіп қалды?» деп аң-таң. Не де болса енді сол шалмен бірге қайтуды ойлайды. Әрі-бері күтіп, поштадан шыға қоймаған соң ішке кірсе, ауылға апаратын хат-хабарларды алып кетіп қалыпты. Ал ендеше жол жөнекей қуып жетермін деп төраға қайтадан атына мінеді. Бірақ жол жөнекей пошташы шалдың қарасы да көрінбейді. Әні міне деп алаңдап келе жатып, ұзақ жолдың жартысын қалай өндіріп тастағанын байқамай да қалады. Кенет оның көзі сонау бір қиырда бұлдырап ұшып бара жатқан сары тонға түседі. О тоба, мұндай да ғажап болады екен-ау. Әлгі пошташы шал ауада қалқып ұшып барады дейді. Елдің айтуынша, соғыс аяқталған күні ол бір түнде ғайып болыпты. Апырай, қиын жылдары келіп, қайғымызды бөлісіп жүрген әруақ екен ғой деп, үлкен кісілер әлі күнге дейін бастарын шайқайды. Нұрғали Ораз. Құрметті неге каналын тамашалаушылар, егер әңгіме ұнаса, лайк басып, лайықты түрде комментарий қалдырайық.